Қайырлы күн достар, сіздермен Айжан. Бүгін біз балаларымызға арналған атаулы түйреуішті жасап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұндай түйреуішті жасау үшін бізге плоскогубцы, круглогубцы, тістеуік, түссіз созылмайтын жіп, яғни леска қажет, түйреуіш, байланыстырушы сақиналар, моншақтарға арналған қалпақшалар, табиғи тастар және әртүрлі ілгіштер қажет болады. Ең алдымен біз түйреуішімізге түссіз жібімізді өткіземіз. Түссіз жібімізді екі қайтара бүктеп, 2-3 рет байлайтын боламыз. Бұл түйреуішті жасауға мен табиғи тас агатты, табиғи хрусталь және де әртүрлі ілгіштерді пайдаландым. Түйреуішімізге түссіз жібімізді өткізгеннен кейін моншақтарымызға арналған қалпақшаны өткіземіз. Ол біздің түйреуішімізге ерекше сән беретін болады. Қалпақшамызды өткізгеннен кейін табиғи тастарымызды және де оның арасына хрусталь тастарымызды өткізіп отырамыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі моншақтар мен әртүрлі ілгіштерді пайдалансаңыздар болады. Мен бұл видеода табиғи агат және де хрусталь тастарын пайдаландым. Түйреуіш Анар деген кішкентай қызға арналған болатын, сондықтан да мен Анар деген есімді пайдаландым. Және де сәндік ретінде осындай жүрекше моншақтарын пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі декоративті моншақтарды пайдалансаңыздар болады. Бұл сәндік түйреуіштер атаулы түйреуіш болғандығымен ерекшеленіп тұрады. Бұндай сыйлыққа кез келген ананың қуанары сөзсіз. Сондықтан да өз қолдарыңызбен осындай тамаша түйреуіштерді және де әртүрлі әшекей бұйымдарды тегін мастер-класстарды көру арқылы менің каналымда үйренетін боласыздар. Барлық моншақтарымызды тізбектеп болғаннан кейін, ең соңғы кезекте біз моншақтарымызға арналған қалпақшаны өткізіп, енді түссіз жібімізді ілгішке байлайтын боламыз. Біздің жіптеріміз шығып көрініп тұрмас үшін, біз оны моншақтардың астына тағы кері қайтара өткіземіз. 1-2 моншақтың астына тағы кері өткізгеннен кейін, біз сол орында байлап, тістеуіктің көмегімен артық жіптерді кесіп тастайтын боламыз. Жіптеріңізді кері өткізгеннен кейін тістеуіктің көмегімен артық жіптерді қиып тастайсыздар және де ол жіптеріңіз көрінбейтін болады. Түйреуішіміздің бірінші тізбегін аяқтадық, енді екінші тізбегімізді дәл осындай ретпен жасайтын боламыз. Екінші тізбекке мен хрусталиктарды және де тіл көзден сақтайтын көзді пайдаландым. Түссіз жібімізге хрусталь тастарымызды кезек-кезек тізбектейміз және де дәл ортасына көшені пайдаланатын боламыз. Түйреуішіміздің екінші тізбегін дәл бірінші тізбектегідей жібімізді байлағаннан кейін, жібімізді кері 1-2 моншақтың астына өткізетін боламыз және де сол жерде тағы да байлап, артық қалған жіптерді кескіштің көмегімен қиып тастаймыз. Сол кезде біздің тізбектеріміз үзілмейтін болады және де өз формасын жақсы ұстап тұратын болады. Біздің түйреуішіміздің соңғы қадамы ол түйреуішімізге сәндік беретін ілгіштерді таңдайтын боламыз. Мен
өзімнің тереуішіме сай келетін ілгішті таңдайтын боламын. Тереуішімізге әсемдік беретін ілгішті таңдағаннан кейін, сіздер өз қалауларыңыз бойынша тағы да қосымша ілгіштер немесе бантик тақсаңыздар болады. Мінекей біздің тереуішіміз дайын болды. Аздаған уақыттың ішінде сіз өз балаларыңызға арнап әдемі тереуішті дайындасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта пайдалы мастер-класстармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.